Сәлем достар, сіздің мен Әлішер ағайларыңыз. Біз бүгін тағы да бір математикалық сауаттылықтың есебін шығаратын боламыз. Сол есеп мынандай: егер x көбейту y тең 6 және x квадрат плюс y квадрат тең 13 болса, онда x пен y мәнін тап дейді. Негізі бұндай есептерді жауаптың орнына қойып таба салу керек. Мысалға 1 мен 6 қойсақ, 1 көбейту 6 шығады, шығады. 1-дің квадраты 1, 6-ның квадраты 36. Яғни 36-ға 1-ді қоссақ, мына жерде 37 шығып қалды. Бізге 13 шығу керек еді. Яғни бұл жауап емес. Сразу мен 2 мен 3-ті қоя салайын. 2-ні қойсам x-қа, 3-ті қойсам y-қа, 2 мен 3-ті көбейтсем 6 шығады. 2-ның квадраты, яғни 2 көбейту 3 тең 6. 2-ның квадраты плюс 3-тің квадраты тең 13 шыға ма? Так, мынау 4, мынау 9, 13 шықты. Мына жерде негізі 13 деп айтылған еді бізде шартында. Онда жауабы мынау болады. Мен жауапты осы варианттарда қойып таба салдым. Егер есеп түсінікті болса, лайк басайық, арнаға жазылайық. Менің Instagram ВК парақшаларыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Сіздерге математикалық сауаттылықтан 20-ға 20 тілеймін. Ұбтыда сәттілік.